Мемлекеттік рәміздер бұл кез келген мемлекеттің егемендігі мен біртұтастығын бейнелейтін оның ажырамас атрибуттарының бірі. Қазақстанда ту, елтаңба және гимн мемлекеттік рәміздер болып саналады. 1992 жылдың басында Жоғары кеңестің төралқасы мен мемлекеттік символиканы дайындау бойынша жұмыс тобын құру туралы қаулы қабылданды. Осы құжатқа сәйкес арнайы шығармашылық комиссия құрылды. Оның құрамына белгілі заңгерлер мен қоғам қайраткерлері кірді. Қаулыға сәйкес елтаңба, ту және әнұран жобаларын жасауға конкурс жарияланды. Оған 600-ден астам адам қатысып, өз жобаларын ұсынған. Байқауға қатысушыларға болашақ мемлекеттік рәміздердің тарихи, саяси және экономикалық символизмге сәйкес келуі міндеттелді. Мемлекеттік ту 1992 жылдың 4 маусымында қабылданды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген тік бұрышты көгілдір түсті мата. Тудың сабының тұсында ұлттық өрнектік жолақ түрінде нақышталған. Күн, оның шұғыласы, қыран және ұлттық өрнек бейнесі алтын түстес. 1994 жылы 1 шілдеде Талғат Мұсабаев тұңғыш рет қазақтың туын ғарышқа апарды. Ал 2015 жылы ғарышкер Айдын Айымбетовтің ғарышқа сапары кезінде Қазақстанның туы жерді 150 рет айналып ұшты. Қазақстанның мемлекеттік елтаңбасы да 1992 жылдың 4 маусымында қабылданды. Оны да таңдау оңайға соққан жоқ. Конкурсқа болашақ елтаңбаның 245 сурет жобасы мен 67 суреттемесі ұсынылған. Дегенмен бұл байқауда белгілі сәулетшілер Жандарбек Мәлібеков пен Шотаман Уәлихановтың туындысы жеңіп шығып ресми бекітілді. Елтаңба дөңгелек нысанды және көгілдір түс аясындағы шаңырақ түрінде бейнеленген. Шаңырақта айнала күн сәулесіндей тарап уықтар шаншылған. Шаңырақтың оң жағы мен сол жағында аңыздағы қанатты пырақтар бейнесі орналастырылған. Жоғары бөлігінде 5 бұрышты көлемді жұлдыз, ал төменгі бөлігінде Қазақстан деген жазу бар. Жұлдыздың, шаңырақтың, уықтардың, аңыздардағы қанатты пырақтардың бейнесі, сондай-ақ Қазақстан деген жазу алтын түстес. Елтаңбаның белгісі Қазақстан азаматының туы туралы куәліктен бастап зейнетақы кітапшасына дейін кез келген құжатта болады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні мемлекеттің басты рәміздерінің бірі. Тәуелсіз Қазақстанның тарихында еліміздің мемлекеттік гимні 2 рет бекітілді. Оның алғашқысын қабылдау үшін 1992 жылы байқау жарияланды. Конкурсқа жалпы саны 750 туынды ұсынылды. Байқау қорытындысы бойынша Қазақ КСР гимнің музыкалық редакциясын сақтау туралы шешім қабылданды. Осылайша тәуелсіз Қазақстанның алғашқы гимнінің музыкалық авторлары Мұқан Төлебаев, Евгений Брусиловский және Латиф Хамиди болды. Сонымен қатар үздік мәтінге жарияланған байқауда авторлар ұжымы белгілі ақындар Мұзафар Әлімбаев, Қадыр Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев және Жадыра Дарбаева жеңіп шықты. Сөйтіп 1992 жылы 11 желтоқсанда байқаудан соң еліміздің алғашқы әнұраны бекітілді. Елдің дыбыстық рәмізінің танымалдығын арттыру мақсатында 2006 жылы жаңа мемлекеттік әнұран қабылданды. Оның негізі ретінде халық арасында кеңінен танымал «Менің Қазақстаным» патриоттық әні таңдап алынды. Әнді Шәмші Қалдаяқов 1946 жылы Жұмекен Нәжмеденовтің сөзіне жазған болатын. Қазақстан парламенті 2006 жылы 6 қаңтарда палаталардың бірлескен отырысында мемлекеттік рәміздер туралы жарлыққа тиісті түзетулер енгізіп, еліміздің жаңа мемлекеттік гимнін бекітті. Мемлекеттік рәміздер күніне орай барша қазақстандықтарды Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Тәуелсіз мемлекетіміздің көк байрағы биіктен желбіреп, мәртебесі одан әрі арта берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.